Баршаңызға сәлем. Сіздермен қыста тәбетті ашатын банкаға тұздалған қияр жабу әдісімен бөліскім келеді. Осы әдіспен жапсаңыз, банкам атылып кетеді деп қорықпасаңыз болады. Алдымен керекті заттарды дайындап аламыз. Банкамызды жақсылап жуып алсаңыз жеткілікті. Базарларда арнайы банка жапқанға укроп сабағы мен хрем жапырақтарын буып сатады, бірақ мен таппағандықтан осындай обычный укропты алдым. Укробымызды әр банкаға керегінше бөліп салып аламыз. Мен 1 литрлік банкаларды алдым. Сіздер қалауларыңызға қарай 2 литрлік банкаға жапсаңыздар да болады. Қара горошек бұрышты алып, шамамен 10 штуктай әр банкаға саламыз. Чеснок 3-4 штуктай саламыз. Үлкен болса бөліп алып салып жіберсеңіздер де болады. Лавр жапырағын 3 штуктан саламыз. Бәрін салып алғаннан кейін жақсылап жуылған қиярларымызды банкаға нығыздап саламыз. Қиярларды майлықпен немесе губкамен жақсылап жуу керек, себебі қиярлардың сыртында табиғи гідір-гідір қорғаныс қабаты бар, оны дұрыс жуу керек. Банкаңыздың атылып кетпеуіне бірден бір себеп осы. Қарапайым суда таза губкамен немесе майлықпен жуып аламыз. Қиярларыңыз ұсақ болса тіпті жақсы, менде бары осы. Тәтті болгар бұрышын қостым, әдемі түр беріп тұру үшін. Оны қоспасаңыз да болады, дәміне еш әсер етпейді. Міне осылай барлық банкаға салып шығамыз. Содан кейін ыстық қайнап тұрған суды банкаларымызға құйып, қақпағын жай үстіне жауып 20 минутқа қалдырамыз. Уақыт өткеннен кейін суын төгіп тастаймыз. Бұл суды қайтадан қайнатудың қажеті жоқ. Жаңадан су қайнатып қоямыз. Енді банкамызды жабуға кірісеміз. 1 литрлік банкаға 1 ас қасық тұз, жарты ас қасық қант, әр банкаға 1 таблетка аспирин салып, қайнаған су құйып, үстінен 1 шай қасық толтырмай уксус құйып шығамыз. Егер сіздің банкаңыз 2 литрлік банка болатын болса, онда 2 ас қасық тұз, 1 ас қасық қант, 2 аспирин салып шығасыздар. Осы әдіспен қияр жабуға кеңес беремін. Банкам атылып кетеді деп қорықпасаңыздар болады. Менің басқа да видеоларымды жіберіп алмас үшін менің каналыма кіріп, тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз маған өте қажет. Қайнап тұрған ыстық суымызды құйып алғаннан кейін болды, банкамызды жабуға кірісеміз. Банкамызды осылай закрывашкамен немесе бұралатын крышкамен жапсаңыздар да болады. Жауып болғаннан кейін осылайынан ары-бері шайқап ішіндегі қантын, тұзын, аспиринін ертетін боламыз. Қыздар ыстық күйінде ертіп аламыз, себебі суығаннан кейін ерімей бір орында тұрып қалатын болады. Банкамызды төңкеріп, үстінен көрпеше жауып, суығанын күтеміз. Суығаннан кейін шкаф сөрелерінде сақтай берсеңіздер болады. Ас болсын, сіздермен болған Әсел.